Армысыздар. Ұлттық арнада айту оңай бағдарламасы. Біз бүгін Қазақтан шыққан тұңғыш боксшы мен тұңғыш балерина туралы айтамыз. Тағдыры қатар өрілген қос талант өз кәсіптеріне мейлінше адал болды. Жанын салып еңбек етті. Өз салаларының жарық жұлдызына айналды. Олар туралы, олардың өмірлік жолы, кісілік келбеті, жалпы тағдыры жайлы біз не білеміз? Сонымен алғашқы кейіпкеріміз жайлы сюжет көрейік. Қазақтан шыққан тұңғыш боксшы, алғашқы бокс шебері, спорт шебері Шоқыр Бөлтекұлы. Шоқыр Бөлтекұлы Қазақтан шыққан тұңғыш бұлғары қолғап шебері. Елімізде бокс спортының негізін қалағанда осы кісі. Шаршы алаңға 223 рет шығып, оның 199-ын жеңіспен аяқтапты. Шоқыр аға суретті керемет салатын. Бірақ ол бокстан жаттықтырушы болды. Қазақстандық талай үздік спортшыларын жаттықтырды. Замандастары оны Шоқ деп атаса, кейінгі ұрпақ қазақ боксының атасы дейді. Бөлтекұлы 800-ден аса шәкірт тәрбиеледі. Есімі елге мәлімдері Асқар Үсенов пен Махмұт Омаров. Боксшы 1994 жылы 78 жасында дүниеден озды. Қазақ даласына алғаш бокс қолғабын арқалап келген ағамыз бүгінде ортамызда жоқ. Ол кісінің өмірден өткеніне биыл тура 20 жыл болды. Ол кісі болмағанмен, ол кісінің артында қалған шәкірттері бар, тілеулес інілері бар. Сол кісілер бүгін әңгіме айтады. Алғаш кейіпкерімізді қарсы алыңыздар. Шоқыр Бөлтекұлының шәкірті, бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, халықаралық дәрежедегі төреші, жаттықтырушы Серік Әбденәлиев ағамыз. Мынау Шоқыр ағамның қай кезде түскен сурет екен? Ол өзінің бокстасып жүрген кезінде сурет. Бокстасып жүрген кезде сурет. Кезіндегі, иә. Шоқыр Бөлтекұлы қазақ даласына бокс қолғабын арқалап келген тұңғыш адам, Қазақтан шыққан тұңғыш спорт шебері, КСРО спорт шебері, алғашқы чемпион деп айтамыз. Осы шындыққа жанаса ма? Шындыққа жарасады. Неге білмейді ел жұрттың бәрі? Айтыңызшы, кім бұл? Шоқыр Бөлтекұлы дейтін кім болды? Енді Шоқыр Бөлтекұлы анығында қазақтың боксының іргесін қалаған бірінші жаттықтырушы ғой. Сол кезде енді 36 жылдан кейін сол 37 жылдары бірінші рет үйірме ашқан. Ең алғашқы боксшысы, ең алғашқы жаттықтырушысы. Бірінші спорт шебері. Бірінші спорт шебері. Енді бірінші рет біздің Қазақстанның ең бірінші үлкенге жарысқа шыққаны 1947 жылы сырдың біріншілігі болды. Сырдың біріншілігінде енді Шоқтың енді құрама командасы, Қазақстан құрама командасы Сөніп болды, Хасанов болды, көптеген басқа жігіттер болды. Бәрі Шоқыр ағаның шәкірті? Бәрі Шоқыр ағаң енді бас жаттықтырушы болды ғой. Сіз де Шоқыр ағаның шәкірті болды? Мен де Шоқырдың шәкіртімін. Қалай шәкірт болып жүрсіз? Мен 1955 жылы солында Жамбыл районы Каракестек деген жер бар, қазір Сүйінбай совхозы, содан келгенбіз. Осында Алматыда жалғыз школ болатын. Бірі 18 ұлдар, екінші 12 қыздар мектеп болатын. 54 жыл қосып жерді екен біріктіріп. Сергей Миронович Киров атындағы школ болды. 12-ші қазақ школы, Алматыда бір-ақ қазақ школы болды. Школ-интернат. Енді бізде көп жігіттер сонда Шоққа жаттықтыруға барады екен. Тура осы кейпі шығар сол кезде? Жоқ, бұдан сол кездегі, иә. Сол кездегі кейпі ма? Сол кездегі кезі, да. Шоқтың сол кезде бізден мен бір класс, бір-екі сынап жоғары оқитын жігіттер болды. Ол Асқар Күлебаев деген жігіттер, білесіз. Асқар Күлебаев та жаттықты ма? Иә, Асқар Күлебаев. Нұрғиса Тілендиев те жаттықты деген сөз рас па? Нұрғиса Тілендиев те жаттыққан. Мынаны қараңыздар, біз Нұрғиса Тілендиев ағамызды керемет орындаушы деп бағалаймыз, ал бірақ ол кісінің бокспен айналысқан, Шоқыр ағаның шәкірті болған. Шоқтың шәкірті болған. Міне. Содан кейін аса самай Айтжан Айдарбек деген Қазақстан еңбек сіңірген артисі, ол да бокспен. Содан Марат Исмаил деген жігіттер болды. Жастардың қатарында Күлебаев ең жоғарғы деңгейге жеткен жігіт. Енді мен олардан кейінмін ғой. Кейін мен енді сол Қазақстанның чемпионы болдым, бір
төрт рет. Төрт Бір рет рет. Оңай командалық, емес қой, бір рет ұтып көрсеңші. бір рет командалық, төрт рет жекелей. Содан кейін студенттердің сырдың біріншілігі бар. Сырдың студенттер біріншілігі болды, чемпионат болды. Оның жеңімпазы болдым 60 жылы. Әр общество дейді, орталық бар ғой, Динамо, Спартак, онда солардың ең таңдаулы деген жігіттерін шақырып алады да, 4 аймаққа бөліп, соны сырдың біріншілігін шақырады. Сол кезде мен 2-ші орын алдым. Шоқыр ағаның қазақ боксына сіңірген еңбегі орасан. Алғашқы спорт шеберлерінің көбісі дайындаған сол кісі. Алғашқы чемпиондарды дайындаған сол кісі. Солай емес па? Иә. Бірақ біз ол кісі жайлы енді бірде-бір бейне таба алмадық, жаңағы суреттерінен босқа. Шоқ ағаның адами болмысы туралы білгіміз келеді. Біз жай ғана сөз айтамыз. Ол тұңғыш жаңа спорт шебері, жаттықтырушы деп қандай адам еді? Шоқ өте тік адам болатын. Бір бетке адам дейді ғой қазақтар. Қайсар адам? Қайсар адам. Иә. Енді оның бір қайсарлығын және өзінің шәкірттерінде енді қайсарлыққа бәрін соған үйреткен ғой. Есімде бар, мен Алматының жеңімпаз болып 57 жыл 10-шын бітіргеннен кейін Ақтөбеде Қазақстанның жастар біріншілігінің чемпионаты болды. Қолы қарсыласым, қолы балғадай, білмеймін, жасын кішірткен бе, білмеймін, мен мынандай арықтау болатынмын. Енді адамның өзінің бәрі батыр емес қой, шыққанда аздап сескеніп шығасың. Бірінші раундтар қашып етіп жүрсем, біткеннен кейін соққы тигізбей. Демалыс отырғанда ақырындап ішімнен қатты түртіп қойды. Неге билеп жүрсің дейді. Билеп жүрсің дей ма? Неге билеп жүрсің дейді. Ой, қазіргі боксшыларды көрсе тіптен көңілі қалады екен ғой, бәрі биші. Содан кейін айтады, көрмейсің, басы қақиып тұр дейді. Иә. Не үйреттім саған? Сол қолың тіреді, ақырында басынан бір ұр дегенде. Мен сөз істеп бір рет мана құлақ болды. Шоқыр ағаның тағы бір шәкірті отыр, Болат Нұрсейітов. Ауылдан келгенде біз бәріміз Шоқыр бұлтөге былай естігеміз. Онша естігеміз жоқ, білмейтініміз. Хасановты білетініміз. Сол кезде білмейсіздер? Ол кезде білмейміз. Шәкірттерін білесіздер? Содан кейін көп жыл бірге жұмыс істедім, кейін әріптес болып. Шоқыр ағамен? Иә. Қандай адам еді? Адал. 49 жылы мотоцикл подарить етеді кімге? Шоқырға. Боксын дамытқан үшін Қазақстанда. Соны комсомолға беріп қояды. Содан кейін бір 6 айдан кейін сен велосипед берейік деп велосипед береді. Соны ауылды үйіне алып келе жатады. Соны ауылда қорада балдар ойнап жатады. Мән тебіндер деп береді. Сондай өзі адал қандай не болса да, жайсын без удобств квартира тұрды. Қарапайым кішіпейіл адам еді дейсіздер ғой. Спорт журналисі, жазушы Жүсіп Қисынов ағамыз ортамызда отыр. Аға, сіз көзіңіз көрді, сұхбаттасқанда боларсыз. Шоқыр Бөлтекұлы, сіз спорт журналистикасында жүрген кезде ол кісі бапкер болып жүрді емес пе, солай ма? Бапкер болды. Бұл кісінің туғаны туралы біреулер Түркменстан дейді, біреу Маңғыстау дейді, біреу Атырау дейді. Әр түрлі дерек бар. Қай жылы, қай кезде дүниеге келген бұл кісі? Жармыш деген Сарқауақ деген жерде өмірге келген. Бұрынғы Гурьев облысы. Бұрын Гурьев облысы, иә. Бірақ мектепке, Форт Шевченко қаласында мектепке барған. Қай жылы? 16 9 жасында барған ғой деймін мектепке. 10 жасында дедім. Жаста жетім қалған. Жаста жетім қалған, иә. Бұл кісінің ана Жармыш деген жерде әкесінің екіншісі бар екен. Біреу ағасы, біреу інісі. Олар мен барған кезде ол кісінің ана үлкені қайтыс болып кеткенде кішісі менімен мардымыз сөйлесе алмады. Көзден жас ағып сол аталас кісілердің балалары ма? Аталас кісілердің балалары? Аталас кісінің балалары. Иә. Ал енді онан кейін тараған ұрпақтар бар, жастар. Ол жаңағы суреттерін жинаған болса, Шоқыр білмейді ол кісі. Шоқырды көрмеген. Мен сіздің Шоқырды қалай көргеніңізді білем, иә? Сыматбек Төребеков қой атақты. Мынағында сол Сыматбек Төребековіңіз де Шоқырдың шәкірті екен. Спорт газетін істедім ғой, сонда айтқан. Мен Моллаевта жаттықтым, Шоқыр Бөлтекұлында жаттықтым деп. Бірақ Шоқыр Бөлтекұлы қанша шәкірті болса да, журналист болса да, көп сөйлесе бермейтін, жай амандасып өте беретін адам сияқты негізі. Мінезі сондай еді дейді ғой, үндемейді дейді. Сондай, Журналистер бір ай жүретін дейді соңында ақпарат алып. Кімнің өзі айтады, Сыматбек марқұм өзі айтады. Ой, мен шәкірті болсам да, ол кісі бұрт етіп бір сөз айтады, оның артынан қалмай кешке қарай біреу сөз айтады, сол екеу сөзден мақала жазып шығаратынмын дейді кейде.
көп сөйлемейтін болған ғой. көп сөйлемейтін болған. Ол кісінің қарапайымдылығын бір айта кетейін. Жаңағы алғаш танысып, ресторан тамақтанып, спорт редакциясына келдік қой. Келгеннен кейін енді редакцияның машинасы бар. Ой, аға, сізді машинамен апарып тастасын үйіңізге дегенде, жоқ, мен жаяу барам деп, стадионнан кетіп қалды үйіне жаяу. Сондай өте қарапайым еді деп айтады ғой елдің бәрі. Тағы бір байқағаным ол кісінің қарапайымдығы. Осында өмірінің соңғы жылдары 90 жылдың басында ма бір үлкен турнир өтті бокстан. Бұлай адамдар әлгі боксқа жанасып кеткен адамдар шақыру билетін алып кіріп жатыр ғой. Сөйтсем ол кісі қарайым соқаң жоқ. Анау спорт сарайының көрерменнің ішінде билет алып кіріпті. Әмин аға, сіз қазақтың атақты даңқты желаяғы болдыңыз. Ол кісі қазақтың даңқты боксшысы болды. Жасы үлкен әлде қайда. Аға боп келеді. Бұлай спортта жүрген кезде аралас-құралас болдыңыздар ма? Өзіңіз де бапкер болдыңыз? Жаңағы маған бір сұрақ қойдың ғой мына жігітке. Жалпы материал арнаға көп рахмет. Ұмытылып бара кісіні келіп тірілтіп отырсыз. Нұрғиса Тілендиева ағамыз айтады, мен сол кісінің досы болдым. 62 жыл танысып. Сол кісі айтатын еді, Шоғыр Бөлтегүлінің оқушысымын деп өзінің баспалдағын көрсететін. Сосын бірақ енді мен Шоғыр Бөлтегүлі қай жерде, қайда туған, кім екенін білмеймін. Бірақ көшеде көрем, сонда жаңағы қарапайым ғана кісі сәлем алады да, даже басын жете жүре беретін еді. Менің елім Маңғыстау түбегі. Бір елге бардым, әкеме жазда балдарын ертіп. Сосын үйде бір Маңғыстау өмірі дейтін газет жатыр екен. Соны оқып отырсам, 1925 жылы Порт Шевченкоде ашылған жетімдер интернатына менің әкем бар, Шоқыр Бөлтегүлі бар, 5-6 адамның тізімі бар екен. Әкеңізбен бірге интернатта жатқан. Менің атам 1925 жылы қайтыс болған, жағдай жоқ, аштық кез. Соған балдардың жаңағы менің әжем өзінің үлкен ұлын Порт Шевченкоде ашылған жетімдер үйіне беріпті. Осын енді мен соны білгеннен кейін, осында келгеннен кейін Шоқыр Бөлтегүлін іздей бастадым. Мына бұрынғы уақытта спортшылар 4-ші күні Моншаға барады. 3 күн тренировка жасайды да 4-ші күні. Сонымен екен Шоқыр Бөлтегүлі мына Құрманғазы мен Сейфуллин көшесінің бұрышындағы Моншаға барады екен. Күтіп отырдым. Моншадан шықты. Шыққаннан кейін сәлем бердім. Сосын ат жөнімді айттым. Жоқ, сені білем деді. Алаға осындай газеттен оқыдым. Сіз дейтін Маңғыстау түбегінде өмірге келіпсіз ғой. Сол рас па дедім. Иә, рас айналайын. Мен мынау Онды дейтін жер бар, мына сол жерде өмірге келгенмін деп сөйтеді. Сол 1925 жыл жаңағы Порт Шевченкоге бардым. Сол уақытта Қарабоғаз бен Красноводскіде Маңғыстаудың жұмысшылары жұмыс жасауға барады. Жаңағы тұзды нетуге. Соның үлкен апасы сонда жұмыс жасайды екен. Сосын мен апам дейді, жаңа жетімдер үйінен мен алып кетті Қарабоғазға дейді. Содан кейін сол жақты оқыдым, содан кейін елді білмеймін. Ал енді елде кімің бар дедім ғой. Басын изеді, жоқ қой деді бір кезде. Сосын ойланыңызшы аға дедім. Бір апам бар сияқты деді деп сөйтеді. Ал енді мынау Виктор Демьяненко емес пе? Жоқ. Ұқсайды екен, е? Бұл Ерашбаев деген кісі, Жамбылдағы бокстың ардагері. Жанында тұрған. Шәкірті болған ба, бағана бір рингте тұрды ғой. Мынау Ерашбаев, о жағын мынау Ерашбаев. Қайсы болып кетті қазір. Анау Шоқ ағам. Анау Шоқ. Шоқ аға туралы Шоқыр Бөлтегүлі жайлы қанша айтсақ та әлі аз болады. Бірақ Шоқыр Бөлтегүлінің жары Нұрсұлу Тапалова апамыз жайлы да білгеніміз жөн. Алдымен ол кісі жайлы сюжет көрейік, экранға зер салыңыздар. В колхозе веселая жизнь. Ұжымшардағы өмір көңілді. Ортада республикаға еңбегі сіңген әртіс Нұрсұлу Тапалова. Ол билегенде сахнаға жан бітетін. Көрермендер бұрындай қазақ қызының көркіне көз тоймай, келесі биін асыға күтетін. Әртістің жастық шағы сахнада өтті. Қазақ би өнерінің негізін қалаушы Шара Жиенқұлова, атақты балерина Галина Улановалармен бірге өнер көрсетті. Хор қызындай сұлу Зареманы, Дариға сынды балеттік партияларды орындады. Қыз жібек, Біржан Сара қойылымдарында мың бұралып жекеде билеген, киноға да түсті. Мы жили в 80-е. Біз 80-ші, олар 79-ші пәтерде тұрды.
міне осы подъезде. Нұрсұлу әпке мен Шоқыр ағамен танысқанымда мен 16 жаста едім. Нұрсұлу әпке өте әдемі еді. Тіпті оның қазақша киімдегі суретін кәмпиттің қораптарына да басып шығаратын. Даже печатали на конфетных коробках. Нұрсұлу Тапалова көз тірісінде өзін елдің қызымын дейтін. Қартайғанша халық үшін еңбек етті. Еңбегі еленіп, құрмет белгісі, төс белгісімен марапатталды. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі атанды. 70 жылдары биші зейнетке шықты. Осымен жұлдызды сәтке де нүкте қойылған. Үнемі көпшіліктің қошеметіне бөленіп жүрген әртістің жаны жалғыздыққа төзбеді. Ақыры қатерлі ісік дертіне шалдығып, 75 жасында көз жұмды. Қазіргі бишілер бүгісіне танымауы мүмкін. Қазақтың тұңғыш балеринасы, осы көрсең көз тоятын, мың бұралған осындай апамыз болған. Ол кісі жайлы айту үшін екінші кейіпкерімізді ортаға шақырамыз. Қазақстан Республикасының халық әртісі Сара Тыныштығұлова. Қарсы алыңыздар. Сіз де билеп жүрсіз бе? Қайдан танып жүрсіз? Енді мен өнерге 18 жасымда Қазақконцертке солист болып орналастым бірден. 18 жастан? 18 жастан. Қазақконцерт құрылды. Ал Қазақконцертке сол 20 ғасырдың ұлы әншілері, бишілері бәрі Қазақконцертке орналасты. Осындай кейпінде ме, жоқ одан үлкендеу ме еді? Не деген кейіп, не деген көз, не деген... Ерекше жан еді. Ерекше жан беді? Ерекше. Көзі жарқылдағанда кәдімгідей. От қой, от. От шашып тұратын. Өте әдемі кісі болды. Бұл енді мен мектепте оқып жүргенде операда істеген екен. Одан кейін келіп Қазақконцертте еңбек еткен. Әрбір әртістің, халық әртісінің, еңбек сіңірген әртісінің өзінің бригадалары болды. Бұл кісімен мен гастрольге де шықтым. Оның сыры мынандай. Бұл кісі классиканы билейтін, сосын әртүрлі халықтардың билерін билейтін. Характерный дейді ғой, характерный қазақша. Дарын ет дейсіз ғой? Ерекше дарынды адам еді. Мінезі қандай еді? Біз жаңа Шоқыраған айтамыз, ол кісі кәдімгі айтқанынан қайтпайтын, қайсар, нағыз ер мінезді, ала жіпті аттамайтын, адал азамат деп, тәртіпті азамат деп. Ол кісінің жары қандай болған екен сонда? Енді бұл кісі шоқ деп отыратын еді ылғи. Сыйлаушы ма еді? Сыйлағанда қандай? Шоқ деп айтып отыратын. Осындай ұлы спортшы, біз енді мақтан тұтатын. Сосын бұл кісі билеген кезде классиканы да билейтін, жаңағы халықтың да билерін ерекше билейтін. Жаңа балет өнерінің мектебі болды бұл кісінің, ерекше. Мысалы Шарапай басқа, ал енді бұл кісі басқа болды. Бірақ бізді, мен жаңа ғана Мәскеуден жаңағы эстрадалық студияны бітіріп келдім. Сосын бұл кісіге мені қосты да Қазақстанға гастрольге жіберді. Содан біраз жерді араладыңыздар? Біраз жерді аралап, өте мейірбан, өте шыншыл, өте талантты, хас шебер бидің ерекше. Нұрсұлу апам сияқты еңбегі өте сіңген адам. Бұл кісі бармаған жері жоқ. Қала дейме, ауыл дейме, ол шопан ба, ол металлург ба, ол далада да егін жинағанда барады. Ол кезде жаңа коммунистік партияның жоспары бойынша біз егін жинаған кезде кәдімгі егіннің ішіне барып, ол кісі би билейтін, біз ән салатынбыз. Шын мәнінде нағыз өнердің хас шебері Нұрсұлу апамыз еді. Ол кісі туралы кейінгі жылдары іздеп зерттей бастадық. Ең алғашқылардың бірі болып Жәрдем Ақбисенов, сол Нұрсұлу апамыздың жерлесі болып келеді. Бұл кісі біраз ортаға азық тастады, сосын журналистер біраз қаузап зерттеп іздей бастады. Неге сіз ең алғаш осы кісіні шығарсам деп әрекет еттіңіз?
Ең бірінші маған бұл мәселені қозғау салған біздерде Ақтөбеде қаласында ойыл ауданының ынталы тобы деген топ бар. Сол топтың жетекшісі Нұрлан Жұмағалиев деген азамат ең бірінші маған осы мәселе жөнінде айтып, сол кісінің сол Серік ағамен барып зиратын көргеннен кейін жүрегім жылап, мына қаншама дегенмен мына қазақ деген азғантай халықтың ішінен шыққан ұлылар бір төмпешік болып жатырғанын көргеннен кейін сол ғаламтор арқылы үндеу тастадым. Ақтөбе облысының әкімдігіне, Маңғыстау облысының әкімдігіне, сосын жалпы қазақ халқына, соның ішінде ең бірінші Ақтөбе газетіне жіберген болатынмын. Елдің көкейінде мынандай сұрақ болуы мүмкін де, олардан жалпы ұрпақ қалды ма? Я туысқандарын таба алмай жүр екенбіз, туысқандары алыста бірақ бар екен дегендей. Біз қарсы алыңыздар, ол кісінің қос қарлығашын, қос қызын шақырып отырмыз, Тоты Шоқыр қызы мен Айсұлу Бөлтекова. Қандай адамдар еді? Біз ол кісілер туралы замандастарының, әріптестерінің, шәкірттерінің аузынан естіп отырмыз. Қандай адамдар еді? Шоқыр ағам қандай еді? Нұрсұлу апам қандай адамдар еді? Олар енді өте тәртіпті адамдар болған. Мамам өзі сондай әдемі болған. Сосын қонақ келгенде сондай жайылып бәрін берген қонақтарға. Папам ол мені кішкентай жасынан өсірді, 7 жасынан өсірді. Көбіне енді ол айтқан өмір сондай деп, өмірге қиналма, бәрі де жақсы болады, өсесің. Сосын мен өте жаман оқыдым. Сосын папам мені өсіргенде сразу отличница болып қалдым. Ол сондай воспитатель болған. Әкеңіз ба? Иә. Сіз неше жасында дүниеге келдіңіз? 60 жылда өмірге келіп едім. Енді үлкен болған кезімде маған айтқан біреулер: ой, сен өз өмірге келгенде папаң боксер ғой, қыз деп келмей қойды, ол ашуланып. Соны сөйт болды солай. Мен деген намыстанып, ашуланып, жоқ, мен балдардан артық болам, боксер болам. Сол каратеге қатынасып, қорадағы балдарды бәрін ұрып соғып, қайта шашымды мені алындаршы деп, ашымды тақырлатып қоям. Сөйтетім. Папама барып: папа, мен ұлдан жақсымын ғой, жақсымын. Мен бетінен қойшы айналайын. Маған деген, сен не болды саған десе, маған бір тәте айтып еді: сен боксерсің, сондай күштісің, қыз деген қаламады, келмей қойды. Жоқ, мен роддомға қыз деген келді деп соған ашуланған жоқпын. Бір бесік таппай қойдым ғой, аралап шықтым ғой, бүткіл Алматы облысыны. Сол кешігіп келіп едім ғой. Алматыда бір бесік қалмаған, сол кезде қараңыз, 60 жыл. Бір бесік таба алмаған, қандай қасіретті жылдар болған? Маған деген, сен деген ұлдан да артықсың. Біз сені Алладан сұрап алдық. Нұрсұлумен кездескенімізді махаббат дейді ғой, солай. Содайдың махаббаттан тілеп алдық. Неге десен, олар көбісі некеге қиналып жүрген, әкем деген аты жөнінен. Шоқыр Бөлтекұлы айтқан кезінде ылғи одан сұраған: сен немене китайсың ба, корейсің ба деп. Неге Бөлтекұлы деген ба? Иә. Бауыржан Момышұлы айтқан екен: біз екі-ақ нағыз қазақ бармыз. Бірі Бауыржан Момышұлы, екіншісі Шоқыр Бөлтекұлы деп. Өйткені олардан басқа ұлы дейтін адамдар болмаған ғой. Оф, ептер болып кеткен заман ғой. Сол кезде екеуі ештеңеде қармай. НКВД-ның полковнигі, сол кезде КГБ-ның полковнигі шақырып алып, кәдімгідей тергеушісі: сен неге Бөлтекұлысың деп талай рет тергеуге алып, қинап ауыстыр деген кезде де, әйтеуір бір рет шәкірттері келіп қап құтқарған дейді, басқа дейді. Өмірінің соңына дейін ауыстырмай кеткен. Іштегі принципшілдіктерін көрдіңіздер ма? Батырлығын көрдіңіздер ма? Ақылға сыймайды. Анам туралы қалай? Мен жаңа суреттерге қарап отырмын. Қандай керемет. Көрсең көзіңді ала алмайсың. Қандай адам болған? Сізде ана ретінде қандай адам еді? Қатал емес пе? Жоқ, мен деген ана туралы вообще айтуға да қорқамын. Мен деген десен, менің мінезім сондай ауырлау. Ана туралы айтайын десен, менің кругозорымда сондай сөзім жоқ. Тек қана жүрегімде сондай жуас, сондай өте нәзік адам болған.
қатты осындай тіршілікте ана бір военный паек алған ол. 9 адамның кісінің бүйтіп асырап жүрген ол сол кезде. Оперный театрда өмір сүрген ол тұрған. Сол голодный обморокпен құлап жүрген. Сол, но бірақта осындай тіршілікте, неде, үйдің ішінде сондай ол гастрольдан келгенде үйіміз үйші деген нұрландап дегендей. Осы ойнап, көріп, нұрланып кетеді. А папамның нұры деген, папамның түрі совсем ол. Жақсы көруші ме еді? Ой, өте жақсы. Ол папам деген гонорарды алған кезінде келетті, күтіп алады мамамды гастрольдан келгенде. Есімде қазір бір деген Новый год болған. Шыршаны алып, тығылып, мамам кетті гастрольдан. Қарап, біз бір бөлме үй ғой, папам жоқ деп ойлаған. Папам Юрий Петрович Аравиннің үйінде тығылып, олар Юрий Петрович бірге ура деп кіріп, папам деген ақша, компит, ана тағы да бірісіме. Шашу істеген. Міне мои принцессы деп біздерге шашатын. Сосын мамам деген ана оперный театрдан шығар кезінде, шығады ғой, бітеді ғой, спектакль, біткеннен сайын, особенно қазір айтады, бәрі де есінде қыз жібек болған. Сол жерде ол шашуда билейтін Алмазбек Бақсыны бірге. Сол кезде папам сыртта күтіп алатын. Еще Шара Жиынковын апамыздың ұлы болады ағамыз. Олар бірге көп гүлдерді сатып алатын. И ана қарлы ғой жер, ана оперный театрына, служебный ходын. И қызыл, ана прям тура гүлдерді бейтіп әдемелеп. Ой, жан жүрегі нәзік адам болған екен ғой. Сөйтіп жүрген, вот солай болған. Ол кісі деп елдің бәрі қорыққан, ол кісіден мінезі қатал деген. Жоқ ол. Солай болған. Айдар Жоранов сол Нұрсұлу апамыз туралы біраз зерттеп жазды. Тұңғыш балеринамызды бағалай алдық па деп мақала жаздың. Соған сұрағыңа өзің жауап ала алдың ба, Айдаржан? Ала алдым деп ойлаймын, өйткені мен мақаланы шығарған күннен бастап телефоныма редакцияға көптеген хаттар келіп, алғыстарын айтып, біз бұрында бұл кісіні білмеуші едік, Шара Жиынқұлованы білуші едік деген сондай көп деген сұрақтар туды. Әрине қыздарыңыз естірдім, бірақ өкінішке орай қыздарын табылмады. Табылмады дейсіз ба? Ол кезде таппадыңыз ба? Біз қыздарында көп іздеп таптық, бұл кісілер жайлы сюжет те жаздық. Содан кейін ол кісілердің қай жерде жатқаны туралы да көрсетеміз. Қазір экранға зер салыңыздар. Қос жұлдыздың қос жанары Айсұлу Тапалова мен Тоты Шоқыр қызы. Бүгінде үлкен қызы Айсұлу зейнеткер. Жасы 70-ке жақындап қалды. Тоты екі немеренің әжесі. Есімдері шежіреге енбесе де, әке шешесін есіне алатын осы қыздары. Жұмасына бір рет зират басына барып, ата-анасына Құран бағыштап тұрады. Қабірдің жан-жағын тазалап, өткен күндерді көз алдарынан өткізеді. Сөйтіп, марқұм әке шешелерімен сырласқандай болады. Тотыны мазалайтын бірақ нәрсе, ол ата-анасының бейітінің басына рұқсатсыз салдырған құлпытас. Дұрыс енді қарасаң да, оны 94-інде қайттым, 92-ші жазып тұр ғой. Дұрыс емес қой. Бәрінде де телефоны бар, звондасады болады ғой. Мына жерден мен білмеймін кім істеді. Мені тек қана ашу кезінде мейрамхана мына жаққа шақыртып алған. Адам көп болған соң, өте көп адам болған. Сосын қасындағы үлкен кісілер, атақтар бар. Соны ренжітпейін деп, тек қана шетінен Серік ағама айттым, дұрыс емес қой, ол солай бұлай деп жөндейміз деген. Перизат ханым, сіз кәсіби бишісіз ғой, Бірде-бір, меніңше Нұрсұлу апамыздың артында бір конкурс жоқ. Би конкурсы жоқ қой? Жоқ. Би конкурсы жоқ. Шоқыр ағамыздың атында бір жекелеген жарыстар Маңғыстауда болушы еді. Қазір бар ма, жоқ па, нақты білмедім. Сіз енді бұрын естіпедіңіз, Нұрсұлу Тапалова дейтін балерина болған деген? Мен өзім Қазақконцерттің жеке бишісімін. Кезінде Нұрсұлу апамыз Қазақконцерттің жеке бишісі болып бірнеше жыл қызмет еткен екен. Енді мен өзімді биші ретінде білгелі Нұрсұлу апамыздың есімін, Шара апамыздың есімін, бәрін жақсы білемін, танымын. Бұл кісінің билеу стилі туралы не айтады, ерекшелігі? Жаңа кісілер айтады, таң қалып отыр. Барлық билерді биле беруші елдердің. Нұрсұлу Тапалова деген кезде ең бірінші жаңағы есімізде ұстайтын мәселе ол
Қазақстанның мына қазақ қыздарының ең тұңғыш балеринасы болған. Ең тұңғыш пуантаға тұрған кім дегенде Нұрсұлу Тапалова деп үйренгенбіз. Ол да саусағының ішінен тік тұрған адам ба ең алғаш? Пуанта деген ана балериналардың киетін аяқ киімі саусағының ұшына тұрған қарагөз қазақ қызы, ең бірінші қазақ қыз пуантамен билеген, балет билеген қызымыз бұл біздің Нұрсұлу Тапалова апайымыз екен. Би өнеріндегі ерекшелігі, ол биді орындаған кезде өте техникасы мықты болған екен. Сосын мына бишілеріміздің көбісі ескере бермейтін актерлық шеберлік. Оның жаңағы бет әлпетіндегі көзбен қастың қимылдары, сондай актерлік шеберлікке өте бай болған екен Нұрсұлу апамыздың таланты. Ондай енді таланттар ғасырында бір туады деп айтуға болады. Мысалы Божырға деген би болған. Сосын испан биі Пасадобль, Ертарғын операсындағы Алтынай биі. Сосын армян биі Сорақчех деген билер болған. Ол сол билермен тарихта қалған Нұрсұлу апамыз. Сол билерді жарқырап сахнаға шыққан кезде таң қалмайтын адам болмаған екен ол кісіге. Және де мен сол Нұрсұлу Тапалова апамыздың өнеріне бас иетінімді, Нұрсұлу апамызды пір тұтатынды айтып кеткім келеді. Рахмет. Жалпы бұл кісілердің енді өмірі туралы айтып жатырмыз ғой, өмірі, боксы, өнердегі еңбектері жайлы айтып жатырмыз. Бірақ бұл кісілердің өмірінің соңғы жылдары туралы өкінішке қарай көп айтылмайды. Белгі таста 92 жыл деп тұр, Шоқыр ағамның қайтыс болғаны негізі 94 жыл. Ол кісі қайтыс болған соң көп ұзамай, айналасы 3-4 жылдың ішінде Нұрсұлу апамыз да дүниеден өтті. Сол кісінің өмірінің соңғы жылдары туралы сол биші Ғани Камал Бейсенова былай деген еді, экранға қарайық. Когда в 90-е годы я стояла на остановке, 90 жылдар болатын. Бір күні мен аялдамада автобус күтіп тұрғам. Жанымда тұрған хореограф "Анан қара, мынау Нұрсұлу Тапалова ғой" деді. Жалт қарасам, ақырын басып, әрең қимылдап келе жатқан қап-қара, жұпыны, жұтаң киініп алған әйел кетіп барады. Оның кейпінен жоқшылықты, кедейшілікті, жалғыздықты жазбай тануға болатын еді. Ал ол менің есімде сұлулықтың символы ретінде қалған болатын. Бала кезден ол жадымда би өнерінде шарадан кейінгі жарық жұлдыз болып қалған еді. Менің сонда таң қалғаным, осындай жарық жұлдыздың осыншалықты сөнгені, семгені, өмірінің трагедиямен аяқталғаны жанымда ауыртты. Негізі қазақ көзден кетсе, көңілден кетеді деуші еді. Бірақ ол тірі кезінде ұмытылып кетті. Халыққа еңбегі сіңген адам еді. Осындай деңгейдегі биік адамды естен шығару, меніңше, кешірілмейтін дүние. И это недопустимо, чтобы забывать людей вот такого уровня. Қалай зейнетке шыққан Шоқыр Бөлтөкұлы да, Нұрсұлу Тапалова да жалпы ұмыт қалған. Осы рас па, жоқ емес паға? Рас қой. Теке рас па? Рас. Реніштері болып еді ол кісілердің, айтушы ме еді? Елеусіз қалды, ескерусіз қалды? Жоқ, ешқашанда айтқан жоқ па? Өкінген жоқ, ренжіген жоқ. Жетпейді деген солар, ол сондайға вообще қараған. Оған мән берген жоқ. Олар деген сол жақтан оларға дым да керек жоқ. Мән қарады. Бір бөлмелі пәтерде тұрып дедіңіздер ма жа? 18 квадрат метр ғой. 18 квадрат метр бір бөлмелі пәтерде. Сол жерде 9 адам тұрдық. Сондай 9 адам тұратын кезі болған. Туыстар, ол деген нағашы апам болған, нағашы апамның қызы болған. Наңыразыр, қазақтың қайталанбас тұлғалары ғой, 18 квадрат метрде тұрған. Сол кезде спорттың саласындағы басшылар қайда, мәдениет саласындағы басшылар қайда, неге ескерусіз қалған елеусіз? Олар бірақ оны елемеген, өздері де сұрамаған. Шоқыр Бөлтөкұлының атында осы Алматыда көше бар ма? Жоқ. Нұрсұлу Тапалованың атында бір нәрсе бар ма? Көше Ақтөбеде бар. Ақтөбеге қойды ауылға, иә. Мынаны айтыңыздаршы, сол кісілер тұрған үйде, мына үйде тұңғыш қазақ боксшысы, тұңғыш қазақ боксшы шебері, тұңғыш балерина тұрған тақта бар ма? Мынау Маңғыстау облысындағы жаңағы өзен атақты өзен қаласында Құбашев Батырғали деген бір азамат тұрады, зейнеткер. Осы Шоқыр Бөлтөкұлы мен Нұрсұлу Тапалованы насихаттау жөнінде біраз жылдан бері көп еңбек сіңіріп жүрді. 5-6 жылдан бері.
Мысалы ол Ақтөбедегі орталық жаңағы мұражайға Шоқыр Бөлтеғұлы мен Нұрсұлу Тапалованың суреттерін тапсырды, үлкейтіп өзі апарып. Сосын жаңағы Құбаш Батырғайдың басқа да сол жақтағы азаматтардың күшіменен Жаңаөзен қаласында Шоқыр Бөлтеғұлына 2008 жылы көше атағы берілді. Жаңаөзенде. Жаңаөзенде. Оған да шүкір. Жаңаөзенде Шоқыр атаның көшесі бар, Ақтөбеде Нұрсұлу апаның атындағы көше бар. Ал енді Ақтау бокс мектебіне жаңағы Шоқыр Бөлтеғұлының олыменен Нұрсұлу Тапалованың суретін тапсырды жаңағы Батырғали. Сонымен қатар Шетпедегі спорт мектебіне тапсырды. Біздер жаңа алдыңғы тақырыпқа қоса кетер болсақ, бұл жерде меніңше жетіспейтін мәселе, ол қазіргі алып қарасақ, біздің қазаққа белгілі танымал Шәмші Қалдаяқовтың артында өнертанушылар бар. Қалдыбек ағамыз сияқты. Ол кісілерді біліп отырады, жылда концерттерін ұйымдастырып отырады. Бізде бұл кісілерге танымайтын себебіміз осы жағдай деп ойлаймын. Айсұлу апай мен Тот апайға сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Нұрсұлу апамыз шебер биші. Неге сіздерде қызығушылық болмады ма бишілікке? Рахмет, мен айтайын, бұл деген Айсұлу апамыз деген Айсұлумыз. Ол профессиональная певица, профессиональный әнші. Ол 18 жасында джаз әндерін айтып, 3-ші курстың романо германский отделение Казгуда оқып, оны университетті шығарып жіберген. Шеттерінде Битлзды әндерін естіде, сондай әндерін айтасын деп шығарып жіберген. Сол кезде болмаған. Сол кезде оқудан шығарып жіберген. Шығарып жіберген. Бүкіл ел естісін, бұл ел естісін. Бір ән айтыңызшы. Айтыңыз, сондай ән шығарып жіберген екен, бүкіл Қазақстан естісін. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd been shedding love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in my heart was so exciting, something in my eyes told me I must have you. Ой, молодец. Тембір қандай әдемі. Тембір қандай әдемі. Егер мына дауыспен сіз шығатын болсаңыз, бүкіл батыстағыларды таңғалдырып, керемет әлемде деңгейде. Дыбысы қандай? О, міне. Дыбысы қандай тамаша. Көрдіңіз бе? Ойбай, ай жаным ай, қалай сен шықпадың, а? Мұна Айсұлу егер ән салса, бірінші Қазақстанның жас әншісі болатын еді. Мен білген жоқпын, бірінші рет естіп отырмын. Көрдіңіз бе, оқудан да шығарып жіберген. Әттең, ойбай, мен бірінші рет Немен айналыстыңыздар? Қазір ел жұрт ойлауы мүмкін, осындай ұлт тұлғалардың қыздары немен айналысты? Өмірлері не істеді, не істеп жүр деп? Еңбекші Казахский районда Алмалы деген жерде, соны оны шақыртып алған үйден. Сол жерде ол деген зам директор Дом культура болды. Ауылдағы балдарда художественный кружок жүргізіп, актерский мастерство. Соңғы жылдардағы сурет қой деймін. Мұң бар, екеуінің көзінде де мұң бар. Біз әтейлеп алдық, бірақ мінез тұр ар жағында, қайсарлық. Бағанағы жарқылдаған дүние, енді бұл кісілер өмірдің соңына шейін жарқылдап жүру керек еді деп ойлайсың ғой, жаңа өмірдің соққылары, ауырлықтар, бәрібір. Сындыра алмағанда бұл адамдарды. Қазірде мен ойлаймын, әлі де жақсылықтың ерте кеші жоқ дейді. Қазірде әлі де көшенің атын беріп жатсақ, Нұрсұлу апамыздың атына. Қандай да бір конкурстар ұйымдастырып жатсақ, әлі де ешқандай кештік жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мына бүгінгі күннің өзі бізге бір бақыт деп ойлаймын, өстіп отырғанымыз. Бақыт деген сөз туралы әңгіме болды ағайындар. Шоқыр Бөлтеғұлы бақытты деп есептеймін. Себебі не? Себебі қазір бізде қанша олимпийский чемпиондар шықты. Сондықтан Шоқыр Бөлтеғұлының мектебі болды. Сол мектептің арқасында өсінгі олимпийский чемпиондарға шығуы сол атамыздың салып кеткен жолынан. Дұрыс. Біз бүгін халқымыздың қос даңқты перзенті туралы әңгіме өрбіттік. Мұндағы мақсат таланттарымызды еске алып қана қою емес, олардың өмірі мен өнерін, өнегелі істерін, ғибратты ғұмырларын ұрпаққа, елге үлгі ету. Бірі спортта, бірі би өнерінде, соны соқпақ салып,
мыңдаған қазақ жастарына үлкен спорт пен өнердің жолын ашқан адамдар ұмытылмауы тиіс. Айтуға оңай. Аман сау болыңыздар.